Абайдың 45-ші қара сөзі. Құдай табарака уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі. Неше мың жылдан бері әркім әртүрлі қылып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уә һәм неше мың түрлі діннің бәрі де ғадалет, махаббат, Құдайға лайықты дегендігі. Бір жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай біле тұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғадалетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбек пен артылады. Инандым, сендім демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғадалет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ. Кіріспей тұғында жері жоқ. Ол жаратқан тәңірісінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат пен сезім бар. Бұл ғадалет, махаббат, сезім кімде көбірек болса, сол кісі ғалым, сол ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп. Біздің қазақтар Бийскідегі, Кузнецкідегі қалмақтарды білует дейді. Мұның ойы осы білует, бұрут бір сөзден шыққан деймін. О да қырғыздың нәсілі болмағы таң емес. Ол татарлар ұрысшыл, аңшыл не болса, соны киіп, не табылса, соны ішіп жеп жүрген бір тұрпайы халық екен. Олардың орны Енесей, Аңқара суының бас жағында болыпты. Солардан аңшылар жыл жүріп, 2 жыл жүріп, қайта тұғын әдеті бар екен. Сол аңшылардың естіген, көрген хабары менен бұрын көрмеген жерге болмаған мақтау айтылатұғын әдеті менен қысы аз, жазы көп дегенге әуелден өздері жер шаруасын қылмай мал сақтаушы халық болған соң, мал сақтауға жақсы жерге барамыз деп бұл жаққа қарай неше мәрте халқы шығыпты. Соның бірі біздің қазақ екен. Қай жермен келгендігі, қанша жылда келгендігі мағлұм емес. Әйтеуір Алатаудың бөктеріне келіп мекендеп тоқтапты. Арғы жер бұрыннан ұйғыр нәсілді халықтың орнығып, иеленген жері болып, онан әрі бара алмапты. Ол ұйғыр халқының ханы өзіне қараған халыққа есептеп жүріпті. Бұлар қарадық десе де ішінен дұшпан болып жүріпті. Әуелден өзін-өзі билеп, азаттықпен жүрген халық бір атала біреуге бағынбақты ауыр көріпті. Түбінде олар да моңғол нәсілді болса да бұларға жат көрініпті. Сол уақытта да Араптан бұл Орта Азияға дін, исламды үйретушілер көп әскерменен келіп, халықты жаңа дінге қаратып жүргендігінде Құтайба атты кісі Қашқарға шейін келіп, халықты исламға көндіргенде бұлар да мұсылман болдық депті. Сөйтсе де бұрыннан басқа балгерге инанып, отқа, шыраққа табынатын әдеттеріменен исламға тез түсініп кете алмапты. Ол кезде шала-пұла хат таныған кісі болса, оны абыз дейді екен. Ол абыз демек әуелде шаман діндегілердің өз молдасына қоятын аты екен. Дүниеде не нәрсенің себебіне көзі жетпесе, сол нәрсені Құдай қылып тұр деп дін тұтынатындығын әдеттерінің сарқытынан біз де кей жерде көргеніміз бар. Келін түскенде үлкен үйдің отына май құйып, отана, майана, жарылқа дегізіп, бас ұрғызған секілді, өлген аруаққа арнадық деп шырақ жаққан секілді. Жазғы тұрым әуел бұлт күркірегенде қатындар шөмішіменен үйдің сыртын ұрып, сүт көп, өмір аз деген секілді бұған ұқсас ырымдар көп еді. Құдайға шүкір, бұл күнде жоғалып бара жатқанға ұқсайды. Сол араптар көшпелі халықтарды Хибаи деп, Хузағи деп атапты. Хибаи дегені киіз шатыр мен жүруші деген екен.
Хұзағи дегені өз жұртында және Хұзағи деген көшпелі халқы бар екен. Соған ұқсатып айтқан екен. Сол уақытының бір ханы көшіп келе жатқанда бұлардың тіркеулі түйесін көріп, міне мыналар шынымен қазақ екен депті. Әдейі айтқан қазға ұқсайды екен деп. Сонымен бұлар өзін-өзі де өзге жұрттарда қазақ деп кетіпті. Бұрын өздерін ұлыс дейді екен де жүре береді екен.